Уақыт өткен сайын кеудесін от пен оққа тосып, отан қорғаған қарт майдангерлердің қатары сиреп барады. Мәселен, қазір Сыр өңірінде сұрапыл соғысты көзбен көрген екі ақ ардагер бар. Бірі сырдариялық Яхия Тасыров болса, екіншісі Қазалы ауданының тумасы Тілеуберген Тобабергенов. Дәрігерлер ел басына күн туғанда етігімен су кешкен отты жылдар жауынгерлерінің денсаулығын апта сайын бақылап, кезектен тыс медициналық тексеруден өткізіп жүр. Яхия Тасыров биыл 103 жасқа толды. Қарт майдангер әлі тың. Өткен ғасырдағы кескілескен шайқастың әр сәті қарияның жадында жазулы. 20 жасында ұрыс даласына аттанған ол Беларусьта Курск қаласы мен Польшаны азат етуге қатысқан. Майдангер 1945 жылы ауыр жарақат алып, 7 ай емделген. Жеңіс күнін Мәскеудегі госпитальде қарсы алыпты. Үш түрлі заман көрдік қойды. Аман қаламыз әйтеу. Кешегі соғыстарда. Пысықтықтан, білімділіктен қалғаным жоқ. Тұрдеді, тұрдық, аттедік, аттық, жүгірдеді, жүгірдік, ұмтылдық. Жұрттан қалғаным жоқ. Алдына түспесем, артына бермеймін. Содан аман шығам. Дәрігерлер соңғы 3 жылда ақсақалдың ауруханаға жатпағанын айтады. Бірақ сонда да медицина мамандары ардагерді тұрақты түрде тексеріп тұрады екен. Соңғы 3 жыл көлемде ауруханаға жату көрсеткіші болған жоқ. Қазіргі таңда шағымы жоқ. Ешқандай бізде айма емес, аптасына 2 рет медбикемен дәрігері аймақта келіп қарап тұрады. Яхия Тасыров елге келгесін әскери даярлық пәнінен сабақ берді. Кейін бірқатар өндіріс орнында жұмыс істеп, ауданның дамуына еселі еңбек сіңірді. Кеудесі қазынаға толы қария әрдайым кішіге өнеге болар, өсиет айтудан жалыққан емес. Саулығын сұрай келгендерге ақ батасын жаудырды. Тілегіміз ақ болсын, көңіліміз шат болсын, ер азамат жиналған ел жұртыңа бақ қонсын. Қыдырып өтін жолдасын, әулиелер қолдасын, барша қазақ еліне бақ береке орнасын. Дәл осындай медициналық тексеру қазалылық майдангер Тілеуберген Тобабергеновке де жасалды. Дәрігерлер ақсақалдың денсаулық жағдайын бақылап, қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етті. Ауданымыздағы жалғыз соғыс ардагері Тобабергенов Тілеуберген қариямыздың жағдайын үйіне келіп кезекті рет сұраудамыз. Тұрақты түрде аудандық аурухана қызметкерлері тарапынан медициналық көмек, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілу жүргізілуде. Алдағы уақытта да бұл іс-шаралар өз жалғасын таба беретін болады. Тілеуберген Тобабергенов те бозбалашақтың бақытын көрмеген буын өкілі. Ол соғыс даласында небәрі 18 жасында аттаныпты. Қару асынып Беларусь майданына түскен сарбаз Польша, Чехословакия елдерімен Калининград қаласын азат етуге қатысыпты. Ал ұлы жеңісті Берлинде қарсы алған. Жалпы Қызылорда облысы бойынша 150 мың сарбаз майдан даласына аттанып, 60 мыңы ғана елге оралған. Олардың соғыстағы жанқиярлық ерлігі уақыт өткен сайын асқақтай бермек. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы.